Армысыздар, құрметті көрермендер. Украина-Ресей соғысында қауіпті ақпараттар келіп жатыр. Нақтырақ айтатын болсақ, Запорожье АЭСінде жақын аралықта үлкен жарылыс болуы мүмкін деген ақпарат шығуда. Бұл ақпаратта ресейлік бұқаралық ақпарат құралдары да, Украина тарапы да, батыстық ақпарат көздері де тарату үстінде. Әрине, Ресей Украинаны айыптауда, Украина Ресейді айыптауда, арандату ұйымдастыру мүмкін, АЭСті жарып жіберуге дайындалып жатыр деген сияқты деректерді таратуда. Ал батыстық тарап болатын болса, атом электр станциясы жарылатын болса, ендеше бұл тек қана Украина жеріндегі апат емес, сонымен қатар Еуропадағы, тіпті тұтас планетадағы қауіпті апаттың біріне айналуы мүмкін деген ақпарат таратуда. 1977 жылы Женева конвенциясы қабылданған болатын. Осы конвенцияға назар аударатын болсақ, конвенцияның бірінші хаттамасында су қоймалардың маңында атом электр станциясының тұсында ұрыс қимылдарын жүргізуге қатаң тыйым салынған. Тайға таңба басқандай ашық түрде жазылған. Неге? Себебі бұндай нысандардың бойында ұрыс қимылдарын жүргізу тек қана әскери нысандарға емес, сонымен қатар сол аймақтағы қарапайым халыққа, тіпті табиғатқа үлкен зиянын келтіреді. Яғни геноцид және экоцид деп бағаланады. Бірақ Ресей сол конвенцияда жазылған бірінші хаттаманы 2022 жылы 24 ақпанда Украина жеріне баса көктеп кіріп соғыс ашқан сәтте-ақ бұзған болатын. Яғни Ресей 2022 жылы 24 ақпанда бірінші болып Чернобыль АЭСін басып алды. 1986 жылы онсыз да Чернобыль АЭСінде жарылыс болып, АЭСтің жұмысы тоқтатылған еді. Бірақ соған қарамастан Ресей АЭСтің маңында ұрыс қимылдарын жүргізіп, АЭСті басып алды. Ал жұмыс тоқтап тұрғанына қарамастан бұл АЭСтің маңында ұрыс қимылдарын жүргізуге тыйым салынған. Себебі радиациялық қалдықтарды жою әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Бірақ соған қарамастан Ресей ол конвенцияны толыққанды мойындамайтын көрсетіп, АЭСтің маңында ұрыс қимылдарын жүргізді. Дәл сол жылы, яғни 2022 жыл 4 наурызда Ресей Еуропадағы ең ірі АЭС саналатын Запорожье АЭСін басып алды. Алғаш рет адамзат тарихында Запорожье АЭСінің маңында ұрыс қимылдары жүргізілді. Яғни осы уақытқа дейін бұрын соңында адамзат тарихында АЭСтің маңында ұрыс қимылдары жүргізілмеген екен. Бірақ соған қарамастан Ресей мен Украина АЭСтің маңында қиян-кескі шайқасқа түсуге тура келді. Украина тарапы АЭСті жарып алудан қауіптеніп, АЭСтің реакторларына зиян келтіруден қауіптеніп, АЭС маңында ауыр артиллерияны немесе қауіпті зымыран кешендерін қолданудан бас тартты. Қарапайым атыс қару түрлерімен ұрыс қимылдарын жүргізуге мәжбүр болды. Сәйкесінше ресейлік тараптың күші басым болып, 4 наурызда 2022 жылы Запорожье АЭСі Ресейдің бақылауына өтті. Ал АЭСте жұмыс істейтін Украин қызметкерлері толыққанды Ресейдің тұтқынына айналып, мәжбүрлі түрде ресейлік тараппен келісімшартқа қол қойып, АЭСтің жұмысын ары қарай жалғастыруға келісті. Осылайша Ресей Запорожье АЭСін күшпен басып алды, ал Украина тарапы АЭС маңында ұрыс қимылдарын жүргізуден бас тартты. Ал Запорожье АЭСі Украинадағы ірі қалалардың бірі саналатын Энергодар қаласының маңында орналасқандықтан, АЭСте қандай да бір апат болатын болса, ендеше қаладағы халыққа үлкен зардап шегетіні, қауіптенетіні бесенеден белгілі еді. Кез келген АЭС сияқты Запорожье АЭСі де суға қажет етеді, яғни АЭСтің реакторларын суыту жүйесіне су қажет. Сондықтан Запорожье АЭСі Днепрдің бойында және Каховка ГЭСінің маңында орналасқан. Ал бірақ Ресей тағы да Женева конвенциясын бұзып, 2023 жылы Каховка ГЭСін жарып жіберген. Жақсы білесіздер, ГЭСті жарудың бірден бір себебі Херсон бағытында Украинаның қарымта шабуыл жасауына кедергі жасау болатын. Украина Херсон бағытындағы қарымта шабуыл жасай алмай қалды, Каховка ГЭСі жарылып, АЭСтің маңындағы су деңгейі төмендеп кетті. Алайда осы уақытқа дейін АЭСтің реакторларын суытуға қажетті су деңгейі әлі күнге дейін бар, бірақ мамандардың айтуы бойынша ол су деңгейі күрт төмендеп кетуі әбден мүмкін. Ондай кезде Фукусимадағы сияқты апат болуы ықтимал дейді. Себебі 2011 жылы Жапонияның Фукусима қаласының маңында Фукусима АЭСында үлкен апат болды, өздеріңіз білесіздер. Ол апаттың болуына алапат жер сілкінісі және оның артынан болған цунами әсер еткен болатын. Салдарынан Фукусима АЭСінің реакторларын суыту жүйесі істен шықты. Сәйкесінше реакторлардың суыту жүйесі істен шыққандықтан радиация ауаға тарап кеткен болатын. Дәл осындай апат Запорожье АЭСінде де болуы мүмкін дейді, себебі реакторларды суыту жүйесіне қажетті су деңгейі түсіп бара жатыр, ақырындап. Себебі Каховка ГЭСін ресейлік тарап жарып жіберген болатын. Украина тарапы АЭСті ресейлік тарап жарып жіберуі ықтимал дейді. Басты себеп ретінде Ресей Запорожье бағытындағы Украинаның қарымта шабуылын тоқтатуға тырысып жатыр. Себебі Украинаның қарымта шабуылының басты бағыты ол осы Запорожье бағыты болып табылады. Запорожье бағытындағы қарымта шабуыл арқылы Украина Мелитополь қаласына жетіп, Ресейдің Қырымға баратын оккупацияланған
құрлық жолын жауып тастауға барын салып жатыр. Егер Украина болған әскери негізде қол жеткізетін болса, ендеше Ресей үлкен әскери шығынға ұшырайды. Біріншіден, екіншіден Ресейдің Украина жеріндегі шебі тасталған болады деген сөз. Сондықтан Ресей қарымта шабуыл тоқтату үшін барын салып жатқанын көріп отырмыз. Соның бірден бір жолы АЭС-та қандай да бір радиацияның сыртқа шығу амалдарын жасауға тырысуы мүмкін. Егер Запорожье аясында жарылыс болатын болса, ендеше сөзсіз кем дегенде Херсон және Запорожье бағытындағы ұрыс қимылдар тоқтайды. Себебі әлемдік қауымдастық соған мүдделі болады. АЭС-тің жарылуының салдарынан халықты эвакуациялау қажет болады. АЭС-ті Украина жардыма, Ресей жардыма деген халықаралық деңгейдегі дәлелдерді іздеу процесі басталады. Сондықтан ондай жұмыстар, ондай іс-әрекеттер Украинаға қажет емес, ал Ресей үшін қажет. Себебі Украинаның қарымта шабуылы тоқтаған сәтте Ресей Херсон және Запорожье бағытындағы өзінің қорғаныс шебін нығайтады, шығындарының орнын толтырады, ұрыс даласындағы әскери техникасын алмастырып үлгереді. Бір сөзбен айтқан кезде Ресей Украинаның қарымта шабуылынан тыныс алады, уақытша демалуға мүмкіндік алады. Ал Украина үшін ол қажет емес. Украина қарымта шабуылының нәтижесінде қандай да бір әскери мақсаттарды, әскери міндеттерді алға қойып отыр. Соның бірі кем дегенде осы Запорожье АЭС-ін демилитаризациялау, яғни Ресейдің әскерін шығарып тастау. Ұрыс қимылдарынсыз ол үшін Мелитополь қаласына жету керек. Сол сәтте Запорожье аясында тұрған Ресей әскері өзіндік негізде артқа қарай шегінеді деген жоспар бар. Бірақ Ресей Украинаның бұл жоспарының жүзеге асуын әсте қаламайтыны түсінікті. Сондықтан АЭС-тің маңында қандай да бір арандатуға баруы ықтимал дейді Украина тарапы. Жақында ғана Украина президенті Зеленский АЭС-тің шатырына ресейлік тарап жарылғыш заттарды орналастырып жатыр. АЭС-тің шатырын жару арқылы жарылысты Украина тарапы жасады. Яғни артиллериялық соққы жасады. Өздеріңіз көріп отырғандай, артиллериялық соққы сәтінде шатырға зақым келді деген негізде ресейлік тарап жаңа Украинаны айыптамақшы деген дәлелдемені ұсынған болатын. Қазіргі уақытта МАГАТЭ, яғни халықаралық АЭС-тарды тексеру ұйымы, жалпы атом қауіпсіздігі бойынша жұмыс жасайтын ұйым, Запорожье АЭС-іне келіп тексерісті жүргізу үстінде, алайда ресейлік тарап атом электр станциясының шатырына шығуға МАГАТЭ өкілдерін жібермей отырғаны жайлы ақпарат бар. Осы уақытқа дейін МАГАТЭ ұйымының басшылығы Мәскеуге де барып қайтты, МАГАТЭ ұйымының басшылығы Киевке де барып қайтты. Яғни негізгі мақсаты олар АЭС-тің маңында қандай да бір ұрыс қимылдары жүргізуге болмайды. Ресей АЭС-тағы барлық әскерін алып шығуы тиіс, ал АЭС-тің жұмысын қауіпсіз жалғастыру үшін онда тек қана ғылыми қызметкерлер қалуы қажет дегенді ұсынып отыр. Сондықтан Украина соғысында Украинаның қарымта шабуылы үдей түскен сайын Запорожье АЭС-ында қандай да бір арандату мақсатындағы жарылыстардың болу қаупі де артатын сияқты. Жақын аралықта бұл қауіптің қандай бағытта жылжитынын біз осы арнада көретін боламыз, айтатын және талқылайтын боламыз. Ал Запорожье АЭС-індегі болуы ықтимал жарылысты батыстық тарап қазіргі уақытта бүге-шүгесіне дейін талдап, жарылыс бола қалған жағдайда қандай алгоритм негізінде жұмыс істеу қажеттігін Украинаға беріп отыр. Оның ішінде халықты эвакуациялау, халықтың денсаулығын тым болмағанда қажетті деңгейде қамтамасыз ету үшін йод және тағы да басқа қажетті дәрі-дәрмектен қамтамасыз ету мәселелері жүйелі түрде қазір талқыланып жатыр. Сау, саламатта болыңыздар.